Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бүгін бір өзіміз отырып әңгіме айтқым келіп тұр. Бұл тақырыпты ерлерге көруге болмайды, вообще әйелдерге арналған тақырып, сіңілдеріме кеңес деген тақырып. Қоғамда білесіздер, анау кім, фамилиясын айтпай ақ қояйын, әйелін ұрып өлтіріпті дегеннен кейін қазір қызу талқыда ерлердің барлығын жаппай вообще жаман қылып тастады. Ойбай, ерлер оңбаған, ертең қашыңдар деп жатыр. Бірақ жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды дейді ғой. Оның да бір себебі болған шығар. Бірақ ол кісіні ақтауға, ана кісіні даттауға менің ешбір қақым жоқ. Оның ешқандай туысы да емеспін, туғаны да емеспін, танымаймын да. Просто қоғамда болып жатқан дүрбелеңге байланысты жаңағы өзімнің ойымды айтқым келіп тұр. Жалпы біз әйелдер қоғамымыз, жалпы әйелдер қауымы, байқасаңыздар, бір үйде бір әйел, бір еркекпен алысып жүрміз. Күйеулерімізбен, байларымызбен вообще барымызды, басымыздағы барымызды бағаламай жүрміз. Шындығына келгенде сол қашан көрсең біз недовольныймыз. Біздіге ештеңе ұнамайды ғой, негізі әйелдерге ештеңе жақпайды. Ал расында ер адамның энергиясы деген өте үлкен. Ерлер болмайтын болса, біз әйелдер осылай жарқырап, дәл осындай бақытты күй кешпеген болар едік деп айтар едім. Өйткені біздің жарқырап жүруіміз, біздің жайнап жүруіміздің барлығы осы ер азаматтарымыздың арқасы. Ерді ер ететінде, ерді жер ететінде әйел деп айтқан, қазақ оны баяғыда айтып кеткен. Қалай болмасын, біз оны сол дәрежеде, сол 100% соның ер адамдардың еркелігін көтеріп, ерлерімізді төрге өрге сүйреп жүрміз деп айта алмаймын. Себебі министр болса да, құрылысшы болса да, дәнекерлеуші болса да, сатушы болса да, кім болса ол болсын, еркек, әйел. Сіздің еріңіз қайдан барсын, осы қандай болмасын, бір үш қыздың, үш әйелдің басы қосылса, ерін жамандамайтын әйел жоқ, шындығына келгенде. Ал о бастағы таңдауы, о бастағы қаншама мың адамның ішіндегі сіздің жарыңыз болып Құдай қосқан қосағыңыз, ол сізге жаман болып қалуының себебі біздің күн сайын көруіміздегі бір минустары ғана. Ал сол бір-екі минустары арқылы біз ол адамның соншалықты құқығын таптап, соншалықты аяқтың астында қор етуімізге болмайды. Себебі біздің де басымызда кемшіліктер, минустар жетіп артылады. Сондықтан біз әрқашан ерлерден ғана күте бергенді жақсы көреміз. Еркек солай істей берсін, еркек қана маған қарасын, еркек гүл берсін, еркек мені еркелетсін дейміз. Еркек адам ғой. Еркек жас бала сияқты. Кім болса болсын, сіздің әкеңіз де, балаңыз да, ағаңыз да, ұлыңыз да, байыңыз да қарап тұрсаңыз, олар да өте ерке. Оларды еркелетсеңіз, оларды сыйласаңыз, олардың қопармайтын, тау қопармайтыны жоқ. Барлығын тек қана сыйлауда ғана жатыр. Біз қазір сол сыйлауды махрумға қалдырғанбыз. Өзімшіл болып кеткенбіз. Өзіміз деп өзімізге ғана. Бізде ешқандай минус жоқ, только оларда ғана минус бар секілді қараймыз. Сондықтан еріңізді қан ретінде көріп, өзіңіз қаншайым ретінде өмір сүргіңіз келетін болса, еріңізді ұсақ-түйек істермен мазалап, ұсақ-түйек істер не бола оны түсіріп, төмен таптамаңыз. Екі әйелдің басы қосылса, үшіншісі болып отырағап жамандамаңыз. Бұл енді қоғамда болып атқан өкінішке орай өте үлкен өзекті проблема. Рас айтайын. Қай бір әйел 99-да 9% деп айтайын, екі әйел басы қосылса, егер анау еркегін жамандаса, екіншісі де қосылып, біздікі де оңып тұрған жоқ деп айтады. Ал шындығында ол сіздің өзіңізге өзіңіз қарсы шығуыңыз. Өзіңіздің таңдауыңыздағы, өзіңіздің басыңыздағы алтын тәжіңізді төменшіктетіп жерге таптауыңыз. Қазір мына жерде қаншама әйелдер, қаншама аналар маған қарсы шығуы мүмкін. Мынау, короче, олар жата береді, расымен қозғалмаса, таңнан қара кешке дейін өзім жүрсем, барлығын өзім тындырып жатсам, баланы қараспаса, пырылдап жатса, андай мындай, сенің байың керемет шығар, біздікі ондай емес, алқаш, тіпті сұмырай болса да, сізге Алланың берген бағы. Қалай болмасын, Балқия Балтабайдың мынандай бір керемет сөзі маған қатты әсер еткен: бардан бақыт жасап алыңыз.
Сізде не бар, содан бақыт жасап алыңыз. Сізге қандай бай бұйырған, бұл өте ұлы байлық, өте үлкен байлық. Просто біз басымыздағы барды жанымызда тұрған кезде, қасымызда болған кезде, басымызда байланып тұрған кезде бақытты көрмейміз. Біз барлығымыз өтіп кеткеннен кейін, бітіп кеткеннен кейін, ол нәрсе бізден кетіп қалғаннан кейін көретін болып үйреніп қалғанбыз. Ылғи да барлық дүниеде минус іздеп үйреніп қалғанбыз. Біз сондай қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Ал қандай бір жағдай болса, Алла сақтасын, бір соғыс болса, немесе үйіңізде бір қиындық болып қалса, сіз ең алдыңызмен сол еріңізден көмек күтесіз, соған жүгінесіз, соған. Біз бейшара әлсіз әйелміз. Біз өте әлсіз, бір шындығына келгенде керемет болып көрінгенімізбен бір ауырлық түсе қалса шыр етіп сынып кетеміз. Біздің мықты болуымыз сол арт жағымыздағы афорамыздың, арт жағымыздағы арқа сүйер азаматтарымыздың мықты болғанының арқасы. Бірақ оны біз мықты болып тұрған кезде өзіміздің мықтылығымыз деп ойлаймыз. Жоқ. Сондықтан әрқашан ерлеріңізді сыйлаңыздар, ерлеріңізді құрметтеңіздер, барларыңыздан бақыт жасап алыңыздар. Қоғамда бір еркек әйелін ұрып өлтірген болса, сіздің күйеуіңіз ондай болуға тиіс емес. Сіз ондайға жеткізуге тиісті емессіз. Өйткені аналар ақылды болған кезде қоғам ақылды болады. Аналар ақылды болғанда, аналар абыройлы болғанда, аналар өте текті болғанда, текті ерлердің жанында жүретін болады. Сондықтан ер азаматыңызға көз қарасыңыз қандай, бүгіннен бастап өзгертіңіз. Кішкене нүйто деген ойыңыз бар болса, мынаны есіңізге алыңызшы. Мына қоғамда Алла сақтасын, байы өлген қатын көп, байы ажырасып кеткен, тастап кеткен әйел көп, байсыз тұрмысқа шыға алмай жүрген қыздар көп, жанындағы байының бағына жетпей жүрген әйел көп. Егер мен сіздің әлсіз бір тұсыңызды қазір дәлелдеп көрсетейін ба? Егер сол сорлы деген байыңызды сізге қажет жоқ болса, бере салыңыз. Анау жерде сол жалғыз жүрген, жалғыз басты әйел бар. Соған жібере салыңыз десем. Немесе әйтеуір сізге қажет жоқ екен, тоқал алып беріңіз. Басқа әйел қызығын көрсін дейтін болсам, қазір сіз жабыса кетесіз сол еркекке. Өйткені сол еркектің құндылығын іздей бастайсыз. Оны ешкіммен бөліскіңіз келмейді. Бұл шындық. Сондықтан осы нәрсеге жеткізбей тұрып, еріңіздің қадірін біліңіз, қадірлеңіз, құрметтеңіз. Сіздің еріңіз, сіздің азаматыңыз ең мықты, ең абыройлы, ең күшті. Сізді таңдаған азамат ең мықты еркек. Сізді осы күнге жеткізіп отырған, сізді қалай болмасын, тіпті сіз еңбек жақ қазір табыс деп ақшаға ғана тіреп қойған заман ғой. Ақша таппайтын еркек болса, еркек емес деп кеткен заман. Жоқ. Егер сіздің үйіңізде ер азамат жоқ болатын болса, мен сізге айтайын, анау алқаштардың өзі үйіңізді төңіректейтін болады, сізді басынатын болады. Ер азамат абырой, айбар. Сіздің үйіңізде ер азамат жүргеннен кейін сіз тыныш ұйықтап жатырсыз. Өйткені ол сондай үлкен күш, ұлы энергия. Ол сізді қорғап тұр. Қалай болмасын, ері бар үйден өзгелер ықсат. Екінші, сіздің ер азаматыңыз жоқ болатын болса, сіз жалғыз басты әйел болатын болсаңыз, бір тойға, бір жиынға барған кезде басыңыз салбырап жалғыз барасыз. Бұның өзі үлкен ауыр нәрсе. Бұл бар бізде. Осыны өтірікке шығара алмайды. Қазір мына жерде айтатын шығар, жазатын шығар. Менің де бұл жерде білмейтіндерім болса, мына жерде жеткізіп айта алмай жатқан жерлерім болса, комментарияға жазуларыңызға болады. Негізі жаныңызда жарыңыз бар ма? Жаныңызда байыңыз бар ма? Сіз ең бай, ең бақытты әйелсіз. Өйткені сіздің 10 балаңыз болса да, сізге олар бай болмайды. 70 жездеңіз болса да, 70 бауырыңыз болса да,
олар сізге бай болмайды, олар сізге бауыр болады. Сондықтан әркім өз орнымен болу керек. Сонда үйіңіздегі жалғыз еркекті жексұрындатпай, табанға таптамай, сол еркектің бағасын асыратын болсаңыз, әлемдегі ең мықты елсіз боласыз. Сондықтан жандарым, сіңілдерім, ақылдыларым, үлкендерге ештеңе айта алмаймын. Мен өйткені үлкендерден білмегенімді сұраймын, үйренемін. Ол кісілердің жүріп өткен жолына ештеңе айта алмаймын. Мен өйткені менің де көрмегенім, менің де білмегенім, менің де білместігім өте көп. Менің де өте көп қателескен жерлерім бар. Мен де талай айтқам. Бірақ осы дүниеден сабақ алып, осы дүниеден жаңағы өзіме ой түйгем. Осы түйген ойымды сіздерге жеткізіп жатырмын, айтып жатырмын. Сондықтан пайдалы болсын деген ниетім, әр қазақ, әр шаңырақ бақытты болсын. Әйелі бақытты, әйелі тыныш, ері риза болған отбасында бақытты балалар өседі. Бақытты балалар өскен ортада мықты қоғам шығады. Мықты, дұрыс қоғамда біз бай қуатты өмір сүретін боламыз. Сондықтан әрбір шаңырақтың мықты болуы, берік болуы, шаңырақтың берекелі болуы әрбір қазақ әйеліне, әрбір анаға, әрбір отбасындағы әйелге байланысты. Сондықтан бай, қуатты болыңыздар, бақытты болыңыздар, қосақтарыңызбен қоса қарыңыздар.